بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Алланың қалауымен бүгін имам Матрудидің Китабу Таухид кітабынан бір үзінді оқып беруді жөн көрдік. Бұл қазір таңда актуальны тақырыптардың бірі аршы мәселесі. Имам Матруди рахмахулла аршыға байланысты не айтқан? Өзінің кітабынан, яғни түп нұсқадан оқып берсек деген ниеттеміз. Өйткені көптеген дау-дамайлар, алып қашпа әңгімелер көп. Сондықтан өзінің айтқан сөзін тікелей кітабынан, яғни Китабу Таухид кітабынан 131 бетте Мәсәләту Баянил Арш деген тақырыптан оқығалы отырмыз. Бисмилла. Қала Абу Мансур радиаллаху анху ثم اختلف أهل الإسلام في القول بالمكان. Аллах Таалаға мекен беру тұрғысында мұсылмандар әр түрлі пікірде болған. فمنهم من زعم أنه يوصف بأنه على العرش مستو. Бірінші топ Аллах Таала аршыда истиуа етті деген. والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة المحفوف بهم. Олардың көз қарастарында аршы деген періштелер көтеріп тұрған бір орындық немесе бір тақ деп айтылады. Бұған дәлелі وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ. Ол аршыны 8 періште көтеріп тұр деген аяттарды негізге келтіріп айтады. Бұл кісілер, яғни бұл топтағылар Аллах Таала аршыда истиуа жасады, яғни мағлұқ болған тақта Аллах Таала истиуа жасады, яғни орнықты деген мағынаны берген. Бұлардың олай деп айтуына бұлардың дәлелдері мыналар. Ар-Рахману алал арши истауа. Рахман аршыға истиуа етті. Таха сүресі. Тура сол сияқты басқа да дәлелдері. Адамдар, мұсылмандар дұға жасағанда қолдарын аспанға қаратады. Бұл да Аллах Тааланың аршының үстінде, яғни аспан әлемінде екенін білдіреді деген. Және олар бұл сөзбен шектелмей, Аллах Таала бұрын аршыға истиуа етпеген, алайда кейіннен ол жерге истиуа етті деген сөз айтады. Бұған дәлелдері ثم استوى على العرش. Араф сүресінде Аллах Таала Құран кәрімде ثم استوى على العرش, яғни ثم деген сөзді қолданады. Кейіннен, бүкіл жерді, әлемді жаратқаннан кейін аршыға истиуа етті деген тілдік мағынасы тікелей аударсақ, кейіннен деген сөзді ала отырып, бұрын истиуа етпеген, кейіннен истиуа етті дейді, яғни орын ауыстырды деген. Екінші топтағы адамдар болатын болса, Аллах Тааланы бүкіл мекенде деген. Хуа бикулли макан. Оған дәлелдері ма якуну мин наджва саласатин илля хуа рабиухум. Қандайда бір 3 кісі жалғыз қалып сырласа қалса, олардың 4-ші әлбетте Аллах Таала деген Мужадала сүресіндегі аят. Немесе ва нахну aqrabu ilayhi min hablil warid деген аятталады. Біз оған, яғни адамға күре тамырынан да жақынбыз деген мағынада, яғни бүкіл мекенде дейді Аллах Таала. Болмаса басқа бір аятта Аллах Таала ва нахну aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Біз сендерге өте жақынбыз, алайда сендер көре алмайсыңдар дейді. Басқа бір аятта Зухруф сүресінде 43-ші аятында ва хуаллази фис самаи илахун. Ол сондай Алла аспанда, ва фил арди илахун. Ол жерде де деген аяттарды негізге ала отырып, Аллах Таала бүкіл жерде деп айтқан. Бұл екінші топтың көзқарасы. Ва минхум ман қала бинафил васфи бил макан. Үшінші бір топ тіпті мекенде ешқандай бір мекен берместен истиуа сияқты сынды аяттарды мүлдем теріске шығарып, Аллах Таалаға лайық емес бұл деп, бұл аяттарды мүлдем таатил, яғни мүлдем басқаша бір тауилге де кірген, яғни аяттың негізгі мағынасын мүлде дұрыс емес деп тафуид жасамай
100%-лық тәуелге кіріп, Аллах Тағала қорғап тұрады, Аллах Тағала бүкіл әлемді ұстап тұрады, үзілді кесілді мағынасы осы деп те айтқандар бар. Қала Абу Мансур Әл-Матруди рахимахулла негізгі пікірдің мынау екенін айтады. Бұл мәселедегі негізгі дұрыс пікір мынау дейді. Әл-аслу фихи, бұл мәселедегі негізгі нәрсе Анналлаху субханаху кана уәла макан. Аллах Тағала бар болды, ол кезде ешқандай мекен болмады. Ваджайзу иртифал амкинати ва бақауху аля макан. Аллах Тағала дәреже тұрғысынан ұлық болды деп айтуға жәйіз, алайда мекен тұрғысынан өсті, жоғарылады деп айту рұқсат етілмейді, лайық емес олай дейді. Фахуа аля макан. Аллах Тағала әзелде бар болғанындай қазірде бар. Уакана аля ма алейхил ан. Дәл қазірде Аллах Тағала әзелде қандай еді, дәл қазірде сондай. Джалла анит тағайюри уаз зауал. Аллах Тағала өзгерулерден, зауал, айнулардан, орын ауыстырулардан ада, бұндай жаратылыстарға, яғни иззалика амаратул хадаси аллати биха урифа хадасул алам. Бұл деген, яғни өзгерулер, орын ауыстырулар, жоғары көтері, жоғары төмен шығулардың барлығы бұл, яғни кейіннен жаратылған мақлуқтарға тән сипат деген. Имам Матрудидің рахимахуллахтың бұл айтқан сөзі дәл-медәл сәләф салихтардың сөзі. Себебі Хазіреті Али радиаллаху анху өзінің бір сөзінде Фарқ байнал фирақ кітабында келген, имам Бағдадидің былай дейді: Кәна Аллаху уәла мәкән. Алла бар болды, ол кезде ешқандай мекен болмады. Уахуал ан аля ма алейхи кән. Қазірде Аллах Тағала әзелде бар болғанындай бар деген. Бұл имам Бағдадидің Фарқ байнал фирақ кітабының 1-ші том 321-ші бетінде қамтылады бұл мәселе. Айтпағымыз, имам Матруди сынды ұлы ғалымдар, тарихта келіп кеткен ғалымдарымыз өте көп. Бұл дін майталмандарына қатысты бір сөз айтпастан бұрын көріп, қарап, өзіміз зерттеп, зерделеп, өзінің кітаптарын түп нұсқадан оқып, аудармалардан емес, өзге біреулердің сөзіне жүгініп емес, көз жеткізіп барып үкім шығару, бұл діни бір үрдіс болып табылады. Кімде-кім нақты көзін жеткізбеген нәрсені айтатын болса, Аллах Тағаланың мына аятымен ол кісіге жауап беруге болады. Аллах Тағала Худжурат сүресінде: «Я аyyuhallazina amanu in jaa fasiqun binaba'in fatabayyanu». Ей иман еткендер, сендерге қандайда бір пасық бір хабармен келсе, фатабайяну, анық қанығына жетіңіздер дейді. Аллах Тағала мұсылмандарға осындай бір аят, осындай бір насихат түсіруде. Сондықтан анық қанығына жетпей, әркімнен келген алып қашпа хабарларға негізделе отырып, ғалымдарға, тіпті еті улы болған ғалымдарға, тіпті еті улы болмаса да мұсылман бауырларға тіл тигізуге дінімізде рұқсат жоқ. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.